Ой. Сәлем достар, қазір біз бұрын хит болған және хит болып келе жатқан ән «Сен» әнін гитарада ойнап үйренеміз. Мен сендерге ең алдымен куплетін үйрететін боламын, яғни аккордтарын айтып, қалай ойнау керегін бәрін үйретеміз, асықпай қараймыз, одан кейін қайырмасына көшетін боламыз. Разборды бастамастан бұрын мен айтқым келеді, что мына ән өте қиын, енді бастап жатқан адамдарға гитараны. Сондықтан кішкене сабырлық сақтап, мен айтқан аккордтардың бәрін дәптерге жазып алыңдар. Мен текст пен аккордтарды Telegram каналға қалдырып кетемін. Сол жерден отырып, мен көрсеткен перебормен жаңа қағыстарды асықпай отырып үйреніңдер. Сәттілік. Бұл әннің мен куплеті барыс аккордтар, ал қайырмасына келген кезде екі түр бар. Мен сендерге оригинал түрін көрсетемін, яғни бары аккордтары мен қайырмасын, одан кейін барысыз ойнау түрін көрсететін боламын. Бастайық. Так, куплетте бізде мынадай аккордтар керек. EM, одан кейін D аккорды, сосын С аккорды, одан кейін G аккорды бар, AM аккорды бар. Осы аккордтар тек қана. Яғни барыс аккордтар. Енді мына жақта қалай ойнаймыз? Біздер сегіздік переборды ойнаймыз. Бұлай. Білмейтін адамдарға асықпай көрсетіп жүрейін. Мұны получается, біздер мұнда 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 деп ойнаймыз. Тағы да 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Бірақ та бұл перебор әр аккордта әртүрлі ойналады. Міне, біздер EM мен G-ді ұстаған кезде всегда 6-дан бастаймыз. 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 деп. Немесе G-ді ұстағанда 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Ал AM мен С аккордтарын ұстаған кезде біздер 5-тен бастаймыз. 5, 3, 2, 3, 1, 3. Мұнда тек қана бір струна ғана ауысады, 6-дан 5-ке түсеміз. С-да да солай, 5-тен бастаймыз. Ал D аккордынан барған кезде біздер 4-тен бастайтын боламыз. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, яғни 4-тен бастаймыз. Все. Енді әнге көшейік. Ең бірінші аккорд бізде EM. Мен бірінші үзіндісін айтамын, сосын соны разбор жасаймыз. Мұң тұндырып жанарым, жолдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы. Мына жерде мен басында 2 рет ойнадым переборды, 8, сосын бастадым бұл енді мұны. EM-да тұрамыз. Мұң тұндырып жанарым, потом D-ға барамыз, 4-тен бастаймыз. Жылдары жылжып барады, С-ға барамыз. Жүрегім мәңгі жаралы, D-ға барамыз. 2 рет ойнаймыз. Одан кейін қайтадан EM-ға келеміз, қайталаймыз. Өтер көктем, өтер күз дей, қайша жаным екеуміз, С, қалса алмай кетеміз, дей. 2 рет ойнаймыз. Осыны асықпай шығарып алдыңдар. Одан кейін келесіге көшеміз. Арманымнан уайым кештім деген жерге барамыз. Бұл жерде дәл солай 8-дік перебормен ойнайтын боламыз. G аккордынан бастаймыз. Яғни мына жер бітірдік. Табыса алмай кетеміз деп аяқтап болдық та. Сосын арманымнан деген G қарамыз. Арманымнан уайым кештім D, потом мендей саған AM қарамыз. Тілемес бақыт ешкім EM. Аялым, сүйе алмас менде ешкім. Так, сонда бізде G болды, одан кейін D-ға бардық, потом AM-ға бардық, сосын EM-ға бардық. Давайте. Арманымнан уайым кештім D, мендей саған тілемес AM, кешкім EM. Аялым, С, сүйе алмас менде ешкім D.
бастаймыз. Бұл жерді мен түсінбедім, куплет әлде переход қайырмасына түсінбедім. Но осылай ойналады. Содан кейін қайырмасы басталған кезде мен сендерге айттым, екі түрін көрсетемін деп. Бірінші түрі бұл оригинал түрі. Аккордтары қандай? GM бары үшінші латта, сосын жерде екі струнна 4-5. Одан кейін екінші аккорд бұл CM деп айтылады. Бары тұра береді, мына жерде просто төменгі посадкада, яғни екінші, төртінші, үшінші струналар ұстаймыз. AM ғой аккорд. Одан кейін F-қа барамыз. Бары бірінші латта, мұнда E аккорд. Одан кейін G аккорд бұл мынадай. B, A диез деген аккорд. Яғни бары тұра береді, A диез. Екінші, үшінші, төртінші струналар үшінші латта. Осылай. Одан кейін мынадай D диез деген аккорд бар. Бұл мынада, получается, бары деген алтыншы латта. Мына жерде екінші, үшінші, төртінші струналарда. Одан кейін D деген аккорд бар. Мына жерден біз бір латты жоғары көтереміз. Яғни алтыншы латтан бесінші латқа көтереміз. Аккордтар өте көп қайырмасында. Ну, давайте бастайық. Кстати, қағыс. Мына жақта біз былай ойнаймыз. То есть, төмен, жоғары, жоғары, клышка жоғары, төмен, жоғары. Төмен, жоғары, жоғары, клышка жоғары, төмен, жоғары. Осылай. Бастайық. GM ұстаймыз бірінші. Сен нәзік жет. CM қарамыз. Енді өзін жалаттан. F қарамыз. Мен жаншы A диез. Регімді әнмен жалаттан. И сразу A диездан төменге түсіп көтеріміз. D диезға. Жаным сәлем D қарамыз. И қайталаймыз. GM сен нәзік жүрегімді өзін жалаттан. Шаңға шықтар қосылмайды бірақтан. Арман әні. Міне осылай. Ал енді бары ұстау білмейтін адамдар қалай ойнайды қайырмасын. Бұл жерде біздер мына аккордтарды қолданамыз. EM, потом AM аккорды, сосын D аккорды, одан кейін G бар, S аккорды бар, сосын H7 деген аккорд бар. Бастайық. Мен жаңа алдыңғы минуттарда қағысты көрсетіп кеттім қалай ойнау керегін. Енді айтып бастаймыз. EM аккордынан бастаймыз. Сен нәзік жет. AM гүлімді өзің жалатпа. D. G қарамыз. Жүрегімді әнмен жалатпа. S. T. Жаным сәулем. H7. И қайдан сен нәзік жүрек. AM-ді жалатпа. D. Шыңға шық. G. Қосылмайды бірақта. T. Арман әні. H7. Тағы бір көрсетейін. EM аккордынан бастаймыз. Сен нәзік жүрегімді өзің жалатпа. Мен жан жүрегімді әнмен жалатпа. Жаным сәулем. Сен қайталаймыз. Нәзік жүрегімді өзің жалатпа. Шыңға шықтар қосылмайды бірақта. Арман әні. Бүгінгі разбор сіздерге түсінікті болса, ұнап жатса, онда лайк басуды ұмытпаңдар, және комментарияға келесі қандай әнге разбор жасау керек, соны жазып кетіңдер.